Қайырлы күн баршаларыңызға, менің есімім Айдар Алабнұр. Бүгінгі сабақтың тақырыбы санау жүйелері. Санау жүйелері дегеніміз не? Санау жүйесі ол бізде сандарды атау, жазу және олармен арифметикалық амалдарды орындауға арналған ережелер және тәсілдер жиынтығы. Бұл жүйе сандарды өрнектеудің белгілі бір тәртібін ұсынады. Мысалы, мынау біздің қарапайым қолданып жүрген символдар 1-ден 10-ға дейін немесе 0-ге дейін. Мынау Қытай цифрлары, мынау Рим цифрлары, мынау араб цифрлары. Енді қараңыздар. Санау жүйелері бізде екіге бөлінеді. Позициялық емес және позициялық. Позициялық емес жүйесінде сандардың мәні оның тұрған орнына байланысты болмайды. Мына жүйеге мысалда мынақты мынау 100-ді білдіріп тұр, L 50-ті, B 5-ті, мынау 1-ді. Біз білеміз, егер де біз кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген цифрымен жазатын болсақ, бізде мынау 15-ті білдіреді. Ал егер де Рим цифрында жазатын болсақ, қараңыздар, мынау бізде 4-ті білдіріп кетеді. Себебі мынау бір алу деген сияқты болып кетеді. Немесе біз білеміз, мынау бізде былай көрінетін еді, 51 деп. Ал бұл жағдайда бұл 6 деген санды білдіреді. Яғни ол сандардың тұрған орнына байланысты емес. Немесе мынандай мысал бар. Мына жақта біз 150 деген санды аламыз. Яғни 100 қосылған 50. Егер де мен былай жазатын болсам, ол бәрібір де 150 деген мәнді білдіреді. Позициялық емес санау жүйесі осындай. Ал позициялық жүйеде керісінше әр цифрдың тұрған орнына байланысты мәні өзгереді. Яғни мынау 777 деген санда 7 деген бізде 700-ді білдіріп тұр. Ал мынау 7 бізде 70-ті білдіріп тұр, ал соңғы 7 бізде 7 деген санды білдіріп тұр. Басқа мәнді алайық, 123. Мынау бізде 100-ді білдіріп тұр. Мынау бізде 20-ны білдіріп тұр. Мынау бізде былайша айтқанда 3-ті білдіріп тұр. Ал орындарын ауыстыратын болсам, менде мәні өзгереді. Мынау менде уже 300, 20, ал мынау сонда 100-іміз уже бірге айналып кетті. Яғни позициялық жүйеде ол тұрған орнына байланысты болады. Және де қазіргі кезде кең таралған санау жүйелерінің түрлері 10-дық жүйе, 2-лік жүйе, 8-лік жүйе, 16-лық жүйе. Осының барлығын сіздерде қазір талқылайтын боламыз. Мысалда бізде 2-лік жүйе берілген мынандай. Осы 2-лік жүйедегі сан бізге таныс емес негізі. Біз осы 2-лік жүйедегі санды қалай 10-дыққа аударамыз? Біз үстіне былай жазамыз. Әрқайсының үстіне 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 0-ден бастап жазамыз. Және де біз не істейтін боламыз? Әр сандардың үстіне жазғаннан кейін 1 көбейтілген 2-нің 5 дәрежесі. Яғни біз 1-ді 2-нің 5 дәрежесіне көбейтеміз. Қосылған 1 көбейтілген 2-нің 4 дәрежесі. Қосылған 1 көбейтілген 2-нің 3 дәрежесі. Мынаяқта 0-дер 0 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі, қосылған 0 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі, қосылған 1 көбейтілген 2-нің 0 дәрежесі. Енді қараңыздар. Біз осы жерде барлығын қосып шығамыз. Енді 2-нің 5 дәрежесі бізде 32-ні білдіреді. Яғни бізде бірінші мән 32, қосылған бізде 16, қосылған бізде 8, қосылған. Мынау қандай мән шықса да, мысалда 4 екенін білеміз, бірақ ол 0-ге көбейтіліп жоқ болып кетеді. Есептемей ақ қойсақ та болады. Мынау мәнді де есептемейміз. Ал 2-нің 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең, яғни қосылған 1. Бізде қандай мән шығады екен? Мына жақта бізде 40 шығатын білеміз. 40-қа қосамыз 16-ны, 56, 56-ға қосамыз 1-ді, бізде 57 деген біз танитын 10-дық сан шығады екен. Яғни 2-лік санау жүйесі бізде қандай? Олар тек 2 мәнді ғана қабылдайды. 1 және 0. Яғни 1 мен 0-ді ғана қабылдайды. 2-ге дейінгі сандарда. Осында 2 символды ғана. Ал 10-дық санау жүйесінде біз білетін 0-ден бастап 9-ға дейін сандарды қабылдайды.
Яғни біз екілік санау жүйесінен қазір ондық санау жүйесіне қалай көшу керектігін білдік. Ал енді ондық санау жүйесінен қалай екілік санау жүйесіне көшу керек? Ол бізде былай. 57-ні біз 2-ге бөліп отырамыз. Енді қараңыздар, 57-ні 2-ге бөлсек, біз қаншадан береміз? Қалдықпен шықсын мейлі. Біз 28-ден береміз. 28-ден берген кезде бізде мына жақта 56 деген мән түседі. Яғни бізден қанша қалады? Бізден 1 қалады. Ал енді біз қалған 28-ін бөлеміз. 28-ді біз 2-ге бөлген кезде, былайша айтқанда бізде 14 деген мән шығады. 14-ті не істеген кезде бізде былайша айтқанда 28-дің өзі түседі, бізде 0 деген сан қалады. Енді 14-ті 2-ге бөлеміз, бізде 7 деген сан түседі. Енді ол бізде қалдықсыз. Сосын 7-ні тағы да 2-ге бөлеміз, яғни 2 деген санға жеткенге шейін. 7-ні 2-ге бөлсек біз 3-тен береміз, бізге неқтан 6-дан түседі, және де бізде 1 деген сан қалады. Ал 3-ті 2-ге бөлсек бізде 1-ден береміз, ол бізде мына жаққа 1 қалдық болып түседі. Неқа 2 түседі. Сол кезде бізде қараңыздар, мынандай сан шықты. Бізде 100, 111 деген сан шықты. Бірақ бізде саны бойынша біз соңынан бастап тереміз. Яғни мынау 1 терсек 1, соңынан бастап 1, 1, 0, 0, 1. Яғни бізде өзіміздің санымыз өзімізге қайтып келді. Келесісі. 8-дік санау жүйесі. 8-дік санау жүйесінде бізде уже 0-ден бастап 8-ге дейінгі, яғни 7. 0-ден бастап 7-ге дейін ғана символдар қолданады. Енді біз 8-дік санау жүйесінен 10-дық санау жүйесіне бізге үйреншікті қалай көшетін боламыз. Біз ол үшін тура солай үстіне 0 және 1 деп жазамыз. Яғни жаңағы ереже сияқты, бірақ біз 6-ны енді 8-ге көбейтеміз. Яғни 8-дің 1 дәрежесі. Қосылған 5 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі. Енді 6 мен 8-ді көбейтсек, біз қандай мән аламыз? 48. Қосылған мына жақта 5 деген мән шығады. Себебі 8-дің 0 дәрежесі бізде 1 болып кетеді. Яғни біз қосылған 5 дейміз. Сол кезде бізде мән 53 шығады екен. 53 ол бізде 10-дық санау жүйесінде. Ал 53 деген санды біз қалай 8-дік санау жүйесіне келтіреді екенбіз. Тура жаңағы ереже, бірақ біз енді 8-ге бөлеміз. 53-ті 8-ге бөлген кезде бізде қалдықпен шықса да бүтін бөлшекті аламыз, біз 6 деген. Енді 6-ны 8-ге көбейтетін болсақ, бізде 48 деген мән шығады. 48. Енді біз алған кезде 48 минус 53. Бізде 5 деген сан қалады. Яғни қарап отырғандарыңыздай, бізде енді 6-ны 8-ге бөліп отырмаймыз, себебі бізде 8-ден кішкентай болса бөле алмаймыз. Яғни бізде соңынан бастап терген кезде бізде өзіміздің санымыз 65 деген сан шықты. Міне. Соңынан бастап тереміз. Енді келесісі. А4. 16-лық санау жүйесінде. Яғни 2-лік санау жүйесін өттік, 8-лікті өттік. 10-дық санау жүйесін көрсетудің керегі жоқ, себебі ол біз қолданып жүрген цифрлар. Ал 16-лық санау жүйесінде айырмашылығы 10-дық санау жүйесінен. 10-нан бастап бізде негізі цифрлар тек қана 1-ден 0-ден бастап 9-ға дейін қолданылады. Ал 16-лық санау жүйесінде 10 деген цифр бізде А болып табылады. 11, 12, 13, 14, 15. Яғни 16-ға дейін сандарды аламыз. Сол кезде бізде Б, мынау С, Д, Е, П болады екен. A, B, C, D, E, F. Яғни бізде 15-ке дейін осындай сандарды ауыстырады екенбіз. Мысалға алайық. Біз білеміз, жаңағы ереже бойынша 16-дан 10-ға ауыстыру үшін үстіне 0 және 1 деп жазып шығамыз. Енді қараңыздар. А деген бізде 10 болып табылады ғой. Яғни біз А деп емес, 10 көбейтілген
16-ның 1 дәрежесі дейміз. Сосын қосылған 4 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Яғни бізде қандай мән шығады? 16-ға 10-ды көбейтсек 160, ал 160-ға 4-ті қосатын болсақ, себебі мынау 1 болып кетеді. Яғни бізде 164 деген 10-дық сан шығады екен. Яғни 164 ол 10-дық санау жүйесінде осылай белгіленеді екен. Ал енді 164 санын 10-дық санау жүйесіндегі біз 16-лыққа қалай ауыстырамыз? Тура сол ереже 16-ға бөлеміз. 164-ті 16-ға бөлген кезде біз қаншадан береміз? Яғни 10-нан береміз. Сол кезде бізде 160 түседі. Мына жақтан 4 қалдық қалады. Сонынан бастап терген кезде 10 және 4. Ал 10 бізде А болып табылады ғой. Яғни бізде осындай А4 деген мән шығады екен 16-лық. Және де не үшін 10-ды 16-ға бөлмейміз? Себебі ол 16-дан кішкентай. Келесі, арифметикалық амалдар қолдану. Яғни, осындай есептер келетін болса, яғни біз 10-дық санау жүйесінде арифметикалық амалдарды емін-еркін қолданамыз, бірақ санау жүйесінде мүлдем басқаша. Сол үшін қараңыздар, біз 10-дық санау жүйесіне келтіреміз барлығын. Яғни, бірінші екілікті келтіріп алайық. 1, 2, 3, 4, 5. Енді осыны 10-дыққа келтіретін кезде, яғни 1 көбейтілген 2-ның 5 дәрежесі, қосылған 1 көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі, қосылған, мынаны жазбай-ақ қойсақ болады, 1 көбейтілген 2-ның 2 дәрежесі, қосылған, мынаны да жазбаймыз, 1 көбейтілген 2-ның 0 дәрежесі. Сол кезде бізде қандай цифр шығады екен? Бізде мына жақта 32 қосылған 16 қосылған 8, одан кейін кішкентай 4, 4-тен кейін бізде 1. Яғни бізде 32-ке 16-ны қосатын болсақ, бізде 48 қосылған 4 қосылған 1, яғни бізде 53 10-дық. Яғни бізде барлық нелер, былайша айтқанда, мынау екілік санау жүйесіндегі бізде 53 деген сан шықты. Енді 54 десек тек. Үстіне 0, 1 деп жазамыз. Яғни, бөлек жазайын. 5 көбейтілген 8-дің 1 дәрежесі, қосылған 4 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі. Яғни, 5-ті 8-ге көбейтсек бізде 40 шығады. 40-қа қосамыз 4-ті, яғни бізде 44 деген мән шығады. Тура солай. Енді А2 деген мәнді есептейік. 10-дық дәрежедегі А2. Бізде А-ның 10 екенін білеміз, және де 10-ды үстіне 0, 1 деп жазатын болсақ, 16-ға көбейтеміз, қосылған 2 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. 1 дәрежесі. Енді бізде 162 шығады. Себебі 10-ды 16-ға көбейтсек 160, 2-ні 16-ға көбейтсек, 16-ның 0 дәрежесіне көбейтсек, мына жақтан 1 шығады. Яғни бізде 2-ні өз қалады. Сол кезде бізде 162 10-дық шығады екен. Яғни осының барлығын біз қосатын болатын болсақ, бізде мән 259 деген сан шығады екен 10-дық дәрежесіндегі. Алу керек болатын болса, уже маяқтан осы 2 саннан 162-ні ала саласыздар. Көбейту болатын болса, ең бастысы барлығын бір ортақ жүйеге 10-дық санау жүйесіне келтіру керек. Ал екілік санау жүйесіне мысалда мынандай мысалдар келеді. 1, 0, 1, 0, 1, қосылған 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 деп. Осындай екілік санау жүйесіне келсе, сіздер сразу бүйтіп 2, 0, 2, 0, 2, 2 деп жазып жүрмеңіздер, бұл қате. Келесі есеп. Мысалда бізде мынандай болады. Бөлшек емес сандар. Яғни бөлшек сандар дегенім бүтін емес. Бізде осындай сандарды қалай 10-дыққа аударамыз? 11-де 23 санның 11, яғни мынаяқтан бастап 0, 1 деп жазамыз.
Ал мына жақтан бастап біз -1, -2 деп жазып шығамыз. Енді 11-ді біз бөлек аударып алатын болсақ, бізде так 1 көбейтілген, так бөлек жазайын. 1 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі қосылған 1 көбейтілген 2-нің 0 дәрежесі. Бізде 11 былайша айтқанда 2 қосылған 1, яғни ондық санау жүйесінде 3-ке тең. Ал уже -1, -2 деген мәндерді есептейтін болсақ, ол жерде бізде былайша айтқанда біз білеміз, 1 көбейтілген 23 деппін ғой. Мына жақта 23 деген мән шықпайды, себебі мына жақта 0 болу керек, немесе 1 болу керек. Мына есептің берілгені қате. Бәсе, не үшін ойланып қалдым десем, мысалда, мына жақта минус, мынаны 23 дегенді миларыңыздан алып тастаңыздар. Мына жақта бізде былайша айтқанда 0 деген сан тұр. 0-ді 2-нің -1 дәрежесі қосылған 1-дің көбейтілген 2-нің -2 дәрежесі дейміз. Сол кезде біз мына санды алмай қойсақ болады. Ал мына жерде бізде так, ол бізде 0,25 шығады. Яғни бізде бүтін емес бөлшегін есептеген кезде бізде 0,25 шығу керек. Яғни 23 емес, мына жақта 25. Яғни бізде 3,25. Осындай. Ол бізде 3 деген мән шығады. 3,25 деген мән шығады екен. Яғни дұрыс түсінбесеңіздер, 11, 0, 1 екілік санау жүйесін біз 3,25-ке ондық санау жүйесіне айналдырдық. Ал керісінше болатын болса қалай? Керісінше болатын болса біз бүйтеміз. Яғни 3,25-ті біз 3-ін бөлек айналдырып аламыз. Яғни 3-ті 2-ке бөлеміз, сол кезде бізде 1-ден береміз, мына жақта 1 қалып қалады, яғни бізде 11. Бізде 11 екілік санау жүйесі. Ал 0,25 дегенді біз бөлек аламыз. 0,25-ті біз үнемі 2-ке көбейтіп отырамыз. Сол кезде бізде қандай мән шығады? Бізде 0,5 деген мән шығады. Яғни біз бүтін бөлшегін бөлек аламыз. Яғни 11 0 деп аламыз. Сосын 0,5-ті қайттан 2-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 1 деген мән шығады. Сол бізде 1 деген бүтін бөлшегі осы жерге түседі. Яғни бізде 3,25-іміз екілік санау жүйесінде 11,01 деген сан болады екен. Сосын келесі түсіндіре кететін. Ады 78. Осы 16-лық санау жүйесін біз қалай екілік санау жүйесіне аударамыз? Ол үшін біз не істейміз? 16-ның еселіктерін әрқайсының астына жазып шығайық. Осындай бір фишка бар. Яғни 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1, 8, 4, 2, 1. Біз білеміз, 16-лық санау жүйесінде 10 аға тең, 11 бұға тең, 12 сыға тең, 13 тыға тең, сосын 14 бізде еге, 15 f-қа тең. Енді қараңыздар, біз не істейміз? А бізде 10-ға тең. 10 шығу үшін қай сандарды бізге қосу керек? Яғни біз 8-ді қосу керекпіз, және 2-ні қосу керекпіз. Осы екеуінің астын сызып қойайық. Ал d деген мән бізде 14-ке тең. 13-ке деген, айтпеңіздер. 13. Яғни 13 деген сан шығу үшін біз не істеу керекпіз? Яғни біз 8-ді аламыз, 4-ді аламыз, және 1-ді аламыз. Сол кезде бізде 13 деген мән шығады. 8-ге 4-ді қоссақ 12, 12-ге 1-ді қоссақ 13. Ал 7 деген мән шығу үшін біз 4, 2, 1-ді аламыз. 4-ге 2-ні қоссақ 6, 6-ға 1-ді қоссақ 7.
Енді 8 деген мән шығу үшін біз тек қана 8-ін өзін ғана аламыз. Енді не істейміз? Мына сандар тұр. Осы сандарды біз былайша айтқанда қалай істесек болады? Бірден жазып шығамыз. Яғни асты сызылғандардың астына 1, ал асты сызылмағандарға 0 деп қоямыз. 2-ның асты сызылған 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Так, сосын біз мынаны жаздық, мынаны жаздық. Енді 4-ші цифр қалды. 1, 0, 0, 0. Тексеріп көрсеңіздер болады. Осы екілік санау жүйесін, мынау бүкіл сан деп алыңыздар. Осының барлығын. Осыны 16-лық санау жүйесіне аударсақ, бізде осы 16 деген мән шығады. Келесі. 674 8-лік жүйеде қалай екілікке аударамыз? Яғни 674 деп жазамыз. Тура солай. И 8-дің еселіктерін жазамыз. 8-дің еселіктері бізде 4, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Енді біз 6 саны шығу үшін қай сандарды қосамыз? 4 пен 2-ні. Сосын 7 саны қосу үшін барлық 3 цифрды. Ал 4 саны шығу үшін тек қана 4-ті. Яғни асты сызылғандардың астына 1-ден жазамыз, сызылмағандарға 0-ден. Ал мына жақта барлығы 1, 1, ал мына жақта біреуі ғана 0. Сонда бізде екілік санау жүйесінде осындай цифр шығады екен. Осы цифрды керісінше аударатын болсаңыздар, былайша айтқанда, ондық санау жүйесіне келтіріп, сосын 8-ке аударсаңыздар, тура осы цифр шығады. Яғни 8-тен 10-қа, 10-тан екілікке аударып әуре болмайсыздар осы тәсіл арқылы. Енді бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Былайша айтқанда сабаққа назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.